Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі қазақ тілі әдебиетінен сабақтың тақырыбы Тынымбай Нұрмағамбетов анасын сағынған бала әңгімесі. Ендеше балалар, оқу мақсатымен таныс болайық. Әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын ашу, сабақ мақсаты шығарма мазмұнын түсінеді, шығарманың тақырыбы мен идеясын ашады. Келесі, бағалау критерийі. Шығарманы құрылысына қарай талдаймыз. Шығарма құрылысына талдау жасап, көтерілген мәселелерді анықтаймыз және де тақырыбы мен идеясын ашатын боламыз. Ендеше балалар, Тынымбай Нұрмағамбетов туралы біз бірнеше мағлұматпен таныс болайық. Ендеше балалар, бірінші тапсырма. Оқиғаны баяндалу желісі бойынша реттілігін сәйкестендіріңіз. Дескриптор. Оқиғаларды ретімен орналастырамыз, әңгіме мазмұнын меңгереміз. Есмағамбеттің бұл сапары ауылына 4 жылдан кейінгі оралуы еді. Есмағамбет жүзім көлеңкесінде аяқтарын еңкейе басып балаға жақындады. Есмағамбет мейірленіп кетіп, баланың бетінен сүйіп, қатты қысып құшақтады. Мамамды тауып алсақ, әр жағында папамды да іздейміз бе? Мен сені Алматыға алып кетем деді сеніммен. Менің мамам да Алматыда, деді бала еркінсіп. Денесін Есмағамбеттің денесіне тигізіп тұрып. Баланың бет әлпеті өте сүйкімді еді. Футболкаң қандай әппақ. Жарайсыңдар балалар. Реттілікті орналастырып, мазмұнын түсінген болсақ, нақты мәліметпен бөлісе отырып, өзімізді тексерейік. Екінші тапсырма. Оқиға тауы әдісі арқылы әңгіменің композициялық құрылымына талдау жасаймыз. Өлеңге сюжеттік композициялық талдау жасау. Дескрипторға назар аударайық. Сюжеттік дамуға сәйкес оқиғаның басталуы, дамуы, шиеленісуі, шарықтау шегі, шешімін баяндайды. Балалар, орындалған жұмыстарыңды ықтимал жауаппен сәйкестендіріп көріңдер. Оқиғаның басталуы, Есмағамбеттің ауылға оралуы. Оқиғаның дамуы, Есмағамбеттің ағаштардың арасынан мама, мама деп әндеткен сүйкімді баланың дауысын естуі. Оқиғаның шиеленісуі, анасын сағынған Сержан. Оқиғаның шарықтау шегі, Есмағамбеттің уәдесі және оқиғаның шешімі. Есмағамбеттің Сержанның анасын таппаған күні де өз үйінде қалдыру шешімі. Жарайсыңдар балалар. Екінші тапсырманы да ойдағыдай орындады деп сенемін. Балалар, үшінші тапсырма. Бізге кесте берілген, әңгіменің тақырыбы мен идеясын ашатын боламыз. Дескриптор. Әңгіменің тақырыбы, идеясы, көтерілген мәселені табатын боламыз. Және де бүгінгі өмірмен байланыстырып көрейікші. Әңгіменің тақырыбы, әңгіменің идеясы, көтерілген мәселе, бүгінгі өмірмен байланыс. Ендеше балалар, ықтимал жауаппен өзіміздің жауабымызды тексеріп көрейік. Шығарманың тақырыбы, сағыныш, ана мен бала арасындағы сезім. Шығарманың идеясы, өмірдегі қиындықтардың салдарынан баланың анасынан ажырап кетуі. Бала сағынышы арқылы отбасы құндылығын дәріптеу. Көтерілген мәселе, уәде, жұмыссыздық, ажырасу. Сағыныш, таза шынайы көңіл, сүйіспеншілік. Бүгінгі өмірмен байланыс. Қазіргі таңда өз балаларын бағу үшін аналарының жұмыс істеуі. Жарайсыңдар балалар. Бұл тапсырманы да ойдағыдай аяқтады деп сенім білдіремін. Олай болса, сабақты бекіту тапсырмасына келіп жеттік. Бұл жерде балалар Попс формуласы әдісі арқылы сабақты қорытындылайтын боламыз. Әңгіменің идеясы туралы ойларыңды Попс формуласы арқылы білдірейік. Дескриптор. Берілген тақырып бойынша өз пікірін айтады.
мәтіннен дәлелдеме келтіреді, мысал келтіреді, сыни тұрғыда баға береді, өзіндік тұжырым жасайды. Жарайсыңдар балалар. Ендеше үй жұмысы менің анам ой толғау жазатын боламыз. Жақсы, сау болыңдар.